Нұрсұлтан қаласы орталықтандырылған кітапханалар жүйесінің Кітап қала радиосына 1 ай. Армысыз қадірменді тыңдармандар, сіздер Кітап қала радиосын тыңдап отырсыздар. Жаңа Кітап қала радиомыздың ашылғанына 1 ай толды. Биыл тәуелсіздігіміздің 30 жылдығы. Тәуелсіздік бізге небір талантты да талапшыл жастарды берді. Тұрады алаштың арындай, көк туым көгімде желбіреп, тым асау ағындар қақпайлап, заманым салса да от қайдап. Мен сені сүйемін бостандық, көк аспан, көк бөрі, көк байрақ деп, тәуелсіздік жайлы толғаған. Студиямыздың бүгінгі қонағы белгілі ақын, алаштанушы, Құлан-ауған жыр жинағының авторы, 2016 жылғы Шабыт халықаралық шығармашыл жастар фестивалінің поэзия номинациясы бойынша Гран-при және президент кубогының иегері Ербол Алшынбай. Қош келдіңіз студиямызға. Қош көрдік. Алдымен соңғы жаңалықтарыңыздан бастасақ, осы тәуелсіздікке тарту ретінде жуырда ғана жаңа кітабыңыздың тұсауы кесілді. Сол жайлы айтып өтсеңіз. Ол кітап Насәпнама Сұлтан Сыдық деген Кенесары ханның ұлы Ахмет Сұлтанның 1880 жылдары өзінің әкесі Кенесары мен ағасы Сыдық Сұлтанның тарихын жазған кітап. Шағатайша. Шағатайдан қазақшаға тұңғыш рет аударылып отыр. Бұрын 92 жылы бір рет шыққан, бірақ ол кезде орысша нұсқасынан аударылған. Ал қазір түпнұсқадан тікелей аударылып отыр. Бұл сол мына Кенесары ханның жорықтары, содан кейін оның Қырғызда қаза тапқаны, содан кейінгі кезең Сыдық Сұлтанның түркінің бірлігі үшін орыстың отаршылдығына қарсы 20 жыл ат үстінде ұйықтап, мұз үстінде жатып, ерлікпен өткізген өмірі туралы баяндалатын кітап. Ол кітапта қазақ тарихы үшін осы кезге дейін белгісіз болып келген талай жаңа ғылыми деректер айналымға түседі. Сонымен бірге бұл қазақтың әскери өнерін тану үшін де, қазақтың мына этнографиясын танушылар үшін де, тіл зерттеушілер үшін де, барлық саланың ғалымдары үшін жетерлік мәліметтері бар. Сондай керемет кітап. Екіншіден, бұл кітаптың маңызды болатын себебі мемлекет басшысының сөзі бар ғой. Әр халық өзінің тарихын өзі жазу керек, бүтін идеологияның жетегінде кетпеу үшін деген. Сондықтан қазақтың тарихын қазақтың өзінің баласы, қазақтың өзінің сұлтаны Ахмет Кенесариннің жазғаны, бұл таза тарихқа қазақ пайым, әділет тұрғысынан қарап жазғандықтан да бұл шығарма, бұл кітап сонысымен маңызды. Жақсы, керемет. Қуаныштымыз осындай жаңалыққа. Айтып өттіңіз, ресми тарихта айтылмаған деректер де бар деген сияқты. Мысалға, қандай деректерді айта алатын едіңіз? Кенесары ханның Жетісуға қоныс аударуының себебі туралы осы кітапта жаңа дерек бар. Кенесары ханның Абылай хан заманындағы Шүршітпен болған ынтымақтық туралы шартнаманы негізге ала отырып, өзінің інісі ағасы Саржан сұлтанның ұлы Құдаймендіні Құлжада Қытайдың генералына елшілікке жібергені, олармен дипломатиялық байланыс орнатуға тырысқаны, және олардың біздің елшілікті әскери ойын көрсетіп, сондай жоғары деңгейде қабылдаған туралы дерек бар. Бұл бұған дейін айналымға түспеген дерек. Бұл біріншіден. Екіншіден, мына Иқан шайқасы, мына Черняевпен болған Шымкент үшін шайқас, содан кейін мына Самарқан үшін шайқас, Бұхара үшін шайқас, барлығы да нақты дәлелдермен айтылғанда Сұлтан Сыдықтың әскери өнерді өте жетік меңгергенін, оның қолбасшылыққа қабілеті туралы керемет
деректер бар. Мысалы Сұлтан Сыдықтың бұл Қоқан хандығы орыспен көп соғысты, бірақ үнемі масқара жеңілістерге ұшырап отырды. Ұзынағаштың түбіндегі шайқаста Колпаковский мен Қанағат Жапараваншы екеуі шайқасқан кезде Қоқанның 45 мың әскері орыстың 800 әскерінен тасталған болып, күйреп жеңілді. Содан кейін Шымкенттің түбінде Молла Әлімқұл 12 мың әскермен келіп, 300 орыс әскерін ала алмайды. Сонда Сұлтан Сыдық айтады, біздің әкеміз Кенесары мұндай қамалып ұрысатын орысқа басқалай айла қолданушы еді деп, өзінің қазақтарын аттан түсіріп, шөп шаптырып, қамыс шаптырып, соны арқанмен тас қылып, оқ өтпестей қылып буып, содан кейін үйілген шөптің артына 100-ден жігіт қойып, шөпті домалатып келіп, орыстарға жақын келіп жеңді дейді. Қысқасы жылжымалы бекініс жасаған. Осындай өте қызықты деректер бұл кітапта жетерлік көп. Жақсы, қанша данамен шығып отыр? 2000 данамен Алтын Қыран Foundation деген қоғамдық қор Исламбек Салжанов мырзаның демеушілігімен шықты. Бұл кітапты өзіміздің мемлекет басшысының баспасөз хатшысы Берік Уәлиұлы бастан аяқ осы кітапты аударылудан шыққанға дейін өзі бақылауын ұстады, қамқорлық жасады, және бұл кітаптың алғашқы даналарын мемлекет басшысына кіргізді. Мемлекет басшысы өте маңызды еңбек деп жоғары бағалап алғысын айтты. Жақсы. Енді жастар да бұл кітапты алып оқыр деген үміттеміз. Өйткені тарихты білу ең бастысы жас буын өкілдері білуі тиіс деп ойлаймын өзім. Кітап демекші, әдеби кітап демекші, биыл өзіңіз білесіз, балалар әдебиеті жылы. Өзіңіз бала кезіңізде кітапханаға жиі баратын ба едіңіз? Және бала кезде ерекше есте қалған шығармаңыз бар ма? Менің әкем жалпы біздің әулет зиялы әулет болды. Біздің елдегі ауылдағы ең алғашқы мектепті ашқан менің атам. Сондықтан біздің үйде кішкентай кезімізден кітап көп болды. Мен Мағжанды, Сұлтан Махмұтты сонау мектепке түспей тұрғанда жатқа білетім. Ал енді естен кетпейтін кітап, мен бала кезімде Мұхтар Мағауиннің Аласапыран деген 2 томдық романын 5-ші сынып оқып жүрген кезімде 7 рет қайталап оқыған бір жылда. Қатты әсер етті маған, ондағы керемет асқақ рух. Енді ол кітап мықты кітап еді. Біздің ұлттық тарихи санамның қалыптасуына себеп болған сол кітаптар. Одан кейін кішкентай кезімізден бізге жыр жаттатқан. Мен мысалы Қыз жібектің жырын, Қобыландыны, Алпамыс батырды, Ер тарғынды, Ілиястың құлагерін, Мағжанның Батыр баянын, Мұқағалидың Дариға жүрегін, Аққулар ұйықтағандасын, бәрін жатқа білем. Бала күнімдегі оқыған нәрсе тасқа басылғандай болып есіңнен кетпей қалады екен. Сол беті барлық сол бала күнімізде жаттаған нәрселер, ол кейін біздің жазу барысында лексикалық қорымыздың көп болуына, қазақы сөздің жаңа комбинацияларын жасауға өте үлкен пайдасын тигізді. Сондықтан бала кезімнен сөйтіп жыр жаттатқан үшін әкеме алғысымды айтқым келеді. Өлеңдеріңізден байқадым, мынау сонау 15-17 ғасырдағы жыраулар поэзиясының элементтерін байқадым мен. Әсіресе соңғы жылдары жазылған өлеңдеріңізде ғой деме, Нараду деген сияқты. Және жаңағы термин сөздер дейміз ба, жастар сөздіксіз шамалы түсінуге қиындау күрделі сөздер бар екен, бірақ оны насихаттағанда дұрыс деп ойлаймын. Жағынан. Мына
біздің замандастарымыздың сөз аясы тым тарылып бара жатыр. Ауызекіден аса алмай жатқан. Бас аяғы 200 сөзді айналдырып, ақынның лексикалық қоры мол болу керек та. Соң кеудеңдегі жиналған көп қазынадан емен еркін алып жазуың керек. Сонда сен ойың қамауға түспейді. Мен енді ол 15 ғасыр, 18 ғасырға дейінгі жыраулардың бәрін дерлік жатқа білемін. Керемет. Желесер, жел астына қарасам, жекендейін желкілдеп қоғамен тал өсер. Оразының ұл өсер, жиырлының қыз өсер, кенелейін деген жігіттің жылқы ішінде екі арғымағы тел өсер деген шал кездердің бәрін жатқа айтқанбыз. Елден аққан сыз ашық, біз көргенде тізеге жетер жетпес су еді. Телегейдей сайқалтып жарқыраған беренді, теңіз етсе тәңір етті. Жағасында қыршын өскен тал еді, жапырағын жайқалтып терек етсе тәңір етті. Тебінгінің астынан алабалта суырысып айғайласып келгенде тең атаның ұлы едік. Несібегіңді артық етсе тәңір етті дейді Шалкездің. Шалкездің Битемірге айтқан. Біздің мұрамыз өте бай. Соны осы тәуелсіздіктің құрдасы ретінде өзіңіз насихаттап отырғаныз тіпті жақсы жастар білсе, біз енді қуанамыз. Жастар демекші, осы соңғы уақытта жалпы ғаламтор қарқынды дамып жатыр, соның ықпалына толықтай түспей, білімді кітапханадан іздеу, жастардың кітап оқудан алыстамау үшін қандай насихат айтар едіңіз? Біздің жастар кітапты көп оқиды. Баяғыда бір қаңқу шыққанда, содан кейін сол қаңқу күллі жұрттың аузына ілігіп кеткен, қазір балдар кітап оқымайды. Кітап оқитын жастар өте көп, және іздеп жүріп тауып оқиды. Мысалы, ұстазымыз Таласбек Әсемқұловтың 5 томын шығарды жеңгей Зира Наурызбаева. Соны талап алып кетті, қазір жоқ мысалы. Егер кітап оқымаса, жастар кітап оқымаса, оны кім сатып алып жүр? Біріншіден. Екіншіден, мейлі кітаптан болсын, мейлі ғаламтордан болсын, ең бастысы оқу керек. Ол кітап, ғаламтор, жаңадан шыққан мына заманның жаңа техникалары кітапты ығыстырып шыға алмайды. Кітап адамзаттың ең асыл қазынасы, ол өзінің төрінде қашанда тұрады, кітапханада тұрады. Кітапханаға күн өткен сайын адамдар көп келеді. Бұл да дамиды, бірақ кітап бәрібір өзінің биік тағында нық тұра береді бұдан кейін. Рахмет. Енді кітапхана оқырмандары мен Кітапқала радиосының тыңдармандарына тілегіңіз? Радиоларыңыздың аты әдемі екен, Кітапқала деген. Оның үстіне жаңадан тай-тай басып келе жатқан жас радио екен. Илайым осы адамзаттың асыл қазынасын насихаттап, қазақтың руханияты үшін еңбек жасап, шығармашылық табысты болып, мына кітапхананың жаңа аралап шықтым, басшыларыңыз көрсетті. Өте шағын екен. Осы кітапханаларыңыз үлкен ғимаратқа айналсын, жеке ғимараттарыңыз болсын. Айтқаныңыз келсін. Кітапханаларыңызға оқырман сыймай жатсын. Бек қуанышты болар едім. Мен айтқаныңыз келсін. Осы жерде енді биыл тәуелсіздіктің 30 жылдығы, тәуелсіздік, бостандық жайлы бір керемет өлеңіңіз бар екен, өте ертеде жазған. Соны оқып берсеңіз. Бостандықты ма? Заманның құлындай тастанды, қанша рет табанға тапталдық. Бабамның қанымен көктеген мен сен сүйемін киелі бостандық. Теңіздей толқытқан көз жасын, бостандық алаштың сөз басы, сен үшін мерт болып Әлихан кененің кесілді әзбасы. Сен десе жүрегім елжіреп, көңілде тулаған сен жүрет, тұрады алаштың арындай, көк туым көгімді желбіреп, тым асау ағындар қақпайлап. Заманым салса да отқайдап, мен сені сүйемін бостандық, көк аспан, көк бөрі, көк байрақ. Керемет. Сұхбатыңызға көп рахмет. Қадірмен тыңдарман,
Кітапқала радиосында қонақта болған ақын, алаштанушы, құлан ауған жыр жинағының авторы Ербол Алшынбай. Жүргізген Шахсана Ерғонда, дыбыс режиссері Ералы Тасқұлұлы. Жақсы күндерде жолыққанша ағайын.